Сәлем достар, бүгін біздермен сүзбелі сочники жасайтын боламыз. Рецепт қажет болса, ең алдымен каналға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: бөлме температурасындағы сары майды аламыз. Үстіне қантты сеуіп, миксерлеп алатын боламыз. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Сүзбенің балаларға пайдасы өте зор, сондықтан да сүзбені бұлайша жегізе алмасаңыздар, осылай пісіріп берулеріңізге болады. Миксерлеп алған соң үстінен 2 жұмыртқамызды жарып, тағы да араластырып алатын боламыз. Енді кішкене сүтімізді қойып, тағы да араластырып алатын боламыз жақсылап. Егер жасап жатсаңыздар, комментарийға отзыв қалдырсаңыздар болады. Немесе сіздер сүзбені қалай қолданасыздар, сол жайлы жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп барып, үстінен 1 ас қасық сода салатын боламыз. Келесі кезекте барлығын осылай жақсылап араластырып, не жұмсақ емес, не қатты емес, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейтін боламыз. Егер сіздер қамырды қатты немесе жұмсақ етіп илеп қойсаңыздар, дұрыс шықпауы мүмкін, сондықтан да орташа етіп илеу қажет. Мінекей біз қамырымызды илеп алдық, енді қамырды осылай жайып алатын боламыз. Тағы да орташа қалыңдықта. Біз қамырымызды жайып алдық. Енді кезекте өзімізге ыңғайлы ыдыспен осылай форма салып алатын боламыз. Үлкен немесе кіші қылу өз еріктеріңізде. Барлығына бірдей форма салып аламыз. Бізге салмасына қажетті заттар: творог, қант және де 1 жұмыртқа қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді жаңағы қамырымыздың бір жағына творогымызды осылай салып, бетін жауып, жай ғана басып қоя салатын боламыз. Творог шығып кетпейтіндей етіп, барлығын осылай жасап шығамыз. Мінекей бізде дайын болып қалды. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер жасап жатсаңыздар, отзыв қалдырсаңыздар болады. Сонымен қатар каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлығын осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығып, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Нәтижесінде бізде осындай керемет сочники шықты. Өте дәмді болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.